Алла разылығы үшін жасалған әрбір іспен берілген затқа садақа дейміз. Берілетін садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен Алла разылығы үшін берілу қажет. Құран кәрімде 200 жерде Алла жолында садақа беру, малын сарп ету жайында баяндалады. Яғни Алла берген нығметті Алла жолында жұмсау сауаптамалы екені айтылады. Шексіз нығмет иесі болған Алла Тағала мақұлықтың табиғатында өзгеге жәрдем ету, барын бөліп беру сезімін жаратқан. Жасалатын жақсылық істің садақа болу үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болуы керек. Яғни мұқтаж жанға берілу қажет, Алла разылығы үшін берілу қажет, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Ислам өзгеге жәрдем беруді бұйыратын дін. Адамзат тарихына үңілгенімізде исламға дейін бір елде жарлы мен байдың, әлсіз бен күштінің, әйел мен ердің арасында құқық пен теңдік болмаған. Ал ислам діні адамдардың арасындағы теңдікті орнатып, бай мен жарлының жақындасуына, бірін-біріне көмек қолын созуды, яғни қарайласуды мұсылмандық міндет әрі сауапты амал екенін ерекше сүйіншілейді. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам өз сахабаларымен отырғанда мынандай бір сөзді айтады: әрбір мұсылман садақа беруі тиіс дейді. Сонда сахабалардың бірі: ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, таппаған адам не істейді деген сұрақ қояды. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам: жұмыс істеп, табыс тауып, садақа берер дейді. Сахабалардың бірі: істейтін жұмыс таппаса не болады дейді. Сонда пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам: мұқтаж болған жанға қандай да бір көмегін берер дейді. Сонда сахабалардың бірі: жәрдем ететін адамды да таппаса ше деп сұрақ қояды. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам: қандай да бір іс жасаса, біреуге жол көрсету, яғни жолдағы зиян тигізетін заттарды алып тастау, ілім алу, оны үйрету, ол үшін бір садақа дейді. Міне, құрметті мұсылман бауырлар, осылайша біздерге пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам, яғни садақа берудің ақшасы бар адамға да, жоқ адамға да, өзінің қолынан не келеді, осылайша ізгі амалы арқылы да көп сауап алып қияметте жүзіміздің жарық болуына үлкен есіктердің ашық екенін айтып өткен. Құрметті жақсылар, құрметті мұсылман бауырлар, жақсы амалда бірге болайық. Ізгі жария садақаларыңыз, ізгі жасырын садақаларыңыз көп болғай.